Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бүгін 6 мамыр 2024 жыл Алматы қаласы әлеуметтік желіге шығып отқан себебім әйелдердің құқықтары мен дейді балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы заң жөнінде болып тұр. Қазір қоғамда өте талқыланып жатқан нәрсенің бірі де бірегей азаматтардың наразылығы, ата аналардың адам құқықтары жөніндегі уәкіл және сарапшылардың бірлесіп әзірлеген әйелдер құқықтары мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету заңын дейді жобасын президент Тоқаевтың тапсырмасы бойынша қабылданды дейді. Бұны қыркүйек айында жоғарғы бас прокуратураға ұсыныпты. Артынша мәжіліске ұсынылған, мәжілісте 70-тен аса толықтырулар мен түзетулер енгізіліп, 15 сәуір күні ел президенті өзінің жаңағы мақсатына жетіп қол қойды бұл заңға. Енді бұған екі бөлімнен тұрады екен. Бірінші бөлімінде мынау отбасы мен балаларға көмек көрсету инфрақұрылымын құруға бағытталған алдын алу шаралары дейді. Отбасын қолдау орталықтарын ашу, қиын өмірлік жағдайлары отбасыларды анықтау, қиын жағдайлар бар. Оларға көмектесу үшін мобильді топтар құру, жаңа полициялар, балаларға психологиялық көмек көрсету, балаларға зорлық-зомбылықтың көмек көрсетудің бағдарламаларын іске асыру дейді. Екінші бөлімі жеке тұлғаларға, соның ішінде балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың барлық түрлері үшін жазаны күшейту. Зорлық-зомбылыққа қатысты барлық құқық бұзушылықтардың үшін, оның ішінде балаларға қатысты істерді татуластыруды алып тастау дейді. Енді ең қызық жері бұның дейді, ең қызық жері. Заң жобасы бойынша да жұмыс үкіметтік емес ұйымдар дейді. Құқық қорғаушылар мен қоғам белсенділерінің ұсыныстарыменен дейді, күш жігерлерін біріктірді дейді. Мына осы жерде өтірік айтып отыр. Міне қоғам белсенділерінің біреуі менмін. Алматы қаласында мен сияқты қанша адам бар. Астана қаласында да бар. Мына Қанағат Шүменова деген құқық қорғаушы заңгеріміз бар. Олар да кіргізген жоқ. Осы жерде мына Ким деген заңгеріміз бар. Одан кейін Бағила Балтабек қыз деген қызымыз бар. Алия деген, Анастасия деген, Мадияр деген, тағы да басқа да заңгерлеріміз, құқық қорғаушылар барған екен сенаттың отырысына. Бірақ сендер егер біздің түсіретін болсаңдар, әлеуметтік желіге шығаратын болсаңдар, біз сендерді кіргізбейміз деп. Олар айтып кірмейміз. Әлеуметтік желіге шығармасақ деп кірмей кетіп қалған. Бұл заң зорлық-зомбылықтың жол бермеу мәдениетін қалыптастыру үшін екен. Балаға қол көтеру қылмыс екен. Енді көріп отырсыздар. Осынша қазақ, осынша азамат, бәріміз әкенің таяғын жеп, шешенің таяғын жеп, солардың ұрысын естіп адам болдық қой. Солардың жұмысын істеп адам болдық қой. Міне атадан баланы, әйелді күйеуінен ажырататын заң бұл, ағайын. Міне, бұл тағы да 5 баптан тұрады екен. Жаңа Жұлдыз Сүлейменова айтуына қарағанда, осыны бастап, осыны ұйқысы болып жүрген Жұлдыз Сүлейменова деген депутат зорлық-зомбылыққа, бірінші басқа да қатыгездікке, адамның ар-намысын қорлауға жол берілмеуді көздейтін нормалар дейді. Екінші, денсаулыққа жеңіл зиян келтіргенде 200 айлық есептік көрсеткіш бойынша мөлшерінде айыппұл немесе сол бойынша жұмысқа тартылу немесе 50 тәулікке қамалады екен. Дене жарақатын келтірген, бірақ денсаулығына жеңіл зиян келтіруге әкеп соқпаған, ұрып соғу немесе өзге де күш қолдану әрекетін жасағанда 80 айлық есептік көрсеткіш немесе соған қоғамдық жұмысқа тартылады екен, немесе 20 айлық 25 күнге тәулікке қамалады екен. Төртінші, суицидке итермелеген үшін 5 жылдан 9 жылға шейін қамалады екен. Суицидті насихаттаған үшін 200 айлық есептік көрсеткіш. Мына жаңағы Жұлдыз Сүлейменова осы заңды парламентте таныстырған кезінде Сергей Пономарев деген депутат сауал қойды. Бұл қоғамда осындай дүрлігіп жатыр ғой, баласын тартып алады ғой дегенде, ол кезде онда ешқандай норма жоқ бізде деп жауап берді. Бұл заңды Біріккен ұлттар ұйымында қолдап отыр екен, Тоқаевқа қол соғып. Бұл гендерлік зорлық-зомбылықтың жою жолындағы алға жасалған қадам дейді деп бағалаптымыз. Енді көріп алайықшы. Саламатсыздар ма, қазақ халқым. Мен көп балалы анамын. Менің қазіргі таңда бір қызымды опекундар алып қойды. Ювенальный заң қабылданайын деп жатыр. Сол туралы көп адам естіген жоқ әлі. Бірақ действительно сондай нәрсе бар екеніне көзіміз жақында жетер. Мысалы, қазір тек қана бір-екі анадан ғана алып отыр. Өйткені көп қазақ халқым әлі бұндай жағдайды білмей отыр, басынан өткізбей отыр. Сондықтан қазақ халқым, менің қазіргі таңда бір қызымды, 7 жасар қызымды алып қойғандықтан сіздерден көмек сұраймын.
бармаған жерім жоқ, баспаған тауым жоқ. Құрметті қазақ елі, менің бүгінгі сіздерге үндеуім 3 сәуір мен 5 сәуірдің аралығында явление полицейскілер келіп, мен балаларымды алып кетті. Сондағы мәселе мені кінәлағандары менің жағдайымның жоқтығы еді. Менің баламның емізулі екендігіне де қараған жоқ. Қазақ елі жетімін жылатпаған, жесірін жібермеген қазақ едік қой. Мен бұл заңға қарсымын, өйткені менің басыма түскеннен кейін мен түсініп отырмын. Және де осы заңға түбегейлі қарсымын. Ағайындар, көріп отырсыздар. Сені кемсіту, мына ата заңымыз не дейді бұған? Ата заңымыздың 14-ші бабы 1-ші тармағында тұр. Заң мен соттың алдында жұрттың бәрі тең дейді. 2-ші тармағында тұр. Тегіне әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына дейді. Тіліне, дінге, көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне байланысты, немесе кез келген басқа да жағдаяттар бойынша ешкімді кемсітуге болмайды. Міне көріп отырсыздар. Жаңағы видеода балдарын тартып алып отыр көп балалы отбасылардың. Жағдайы жоқ. Әкесінен айырылған, шешесінен айырылған балдардың бәрін тартып отқан біз естіп көріп отырмыз. Осы Алматы қаласында бір аптаның ішінде осы 2 бірдей баласын тартып алды. Сонда не үшін баласын ұрған екен жаңағы? Үйді бірдеңені ұрлаған ба, бір қылғанды мен білмеймін. Сол үшін баласын тартып алып отыр. Бірақ жаңа шешесін қорқытқан жаңа опекундар, полиция қызметкерлері ме білмейміз, бірақ ойбай айтатын әлеуметтік желіге шығаратын болсақ, балаңды бермей қоямыз деп. Соның кесірінен баланы бермей, жаңа әке шешесі жалғыз бастана ғой. Жаңа әлеуметтік желіге шығармаңыздар, ойбай балама зиян тиіп кетеді деп жақтырмайды. Міне ағайындар. Қайсымыз осы әкенің, баланың, шешенің таяғын жемей өстік. Сол осы депутаттар да сөйтіп өскен шығар. Қой бақтық ауылда. Шөп жинадық. Қораның астын тазаладық. Жем бердік, су бердік. Үйдің жұмысын бәрін жер аудардық. Егін ектік. Біздің бірдеңеміз түсіп қалған жоқ қой. Егер мына заң бойынша біз баламызды жұмсайтындай болсақ, баламыз айтады, мен бармайым дейді. Өзің істе дейді. Егер бірдеңеде ұратындай, соғатындай болсаңыз, заң аясында тұр 102-ші, 111-ші, 150-ші сенің телефонына звондаса, жаңағылар келеді, жаңа мобильді группасы келеді тағын, балаға зорлық зомбылық көрсеттің деп алып кетеді мынау. Міне осындай заң бұл ағайын. Міне ата заң бойынша осыны қолдаған бірінші ұсыныс тастаған президентті іс қозғалсын үстінен. Екінші мына Жұлдыз Сүлейменованың үстінен. Дания Еспаева депутат. Асхат Аймағамбетовтың үстінен. Елнұр Бейсенбаевтың үстінен. Снежана Имашеваның, Рамазанованың Ләззат. Жаңа омбудсмен Динара Закиеваның үстінен іс қозғалсын. Міне заң мен соттың алдында бәріміз тең екенбіз ғой. Міне біздің болмысымызға, тілімізге, дінімізге, салт дәстүрімізге қарсы заңдарды алып келген үшін. Міне көріп отырмыз ғой ағайындар. Міне тартып отыр. Көріне көзге. Мына Европада көріп отырмыз қазіргі таңда. Балдарын апарып жаңағы ойына келген істеп жатыр. Кеше мынау Жұлдыз Сүлейменова деген депутат тағы да сөйлеп жатыр. Отбасыдағы әкенің жаңа не дейді? Орнына қызды 40 үйден тыю. Міне көріп алайықшы. Бірақ дегенмен әрбір отбасының өзінің әке Асқар Тау деген ұстанымы қалу керек, және қазақ қызына 40 үйден тыйым жасаған дәстүрлі біздің ұлттық құндылықтарымыз одан әрі насихатталып нығайтуы қажет деп ойлаймын. Әйел құқығы деп, жаңағы азғындарға ЛГБТ, лесбиянка дейді, гей, трансгендерлер дейді, транссексуалдар дейді. Соларға жол беріп отыр. Айтқан жерден аулақ, ертең балдарымыз сол жаман жолға түсіп кететіндей болса, ол сені тыңдамайды. Пошел дейді саған. Ол қандай құндылықтар туралы айтып отыр. Отбасының ойранын шығарып отқан заң мына заң. Енді тағы да құндылықтар туралы айтып отыр отбасылық. Қандай құндылықтар болуы мүмкін? Жұлдыз, сен де осы қазақтың қызы шығарсың, сен де осы біз сияқты ауылда өскен шығарсың. Жан-жағын қарап отырсың ғой, мақтанған адам сияқты. Сен бір Американы ашқандай болып отырсың ғой айналайын. Бұл не деген нәрсе? Бұл біздің түп тамырымызға шейін жоятын заң ағайындар. Бұны кейбір ата-аналар қазір түсінбей жүр. Ойбай, бұл тек қана наркоманның, алқаштың, жаңағы басқалардың баласын тартып. Жоқ, ондай емес. Міне көріп отырсыздар. Көп балалы отбасының, жаңа асыраушысынан айырылған аналардың балдарын тартып отыр. Жалғыз басты аналардың,
әке шешесі жоқ жетім балдарын да тартып жатқан көріп отырмыз, алып кетіп жатқан көріп отырмыз. Егер сіз бір қоңсыңызбен бе, егер бір дұшпаныңызбен бе қасаш жүрген адамыңыз балаңыз звондайтын болса, ало, мына үйде жанжал болып жатыр, мына баласын ұрып жатыр, соғып жатыр деп анонимный звонок болса, балаңызды алып кетеді. Сізді әкелік құқығыңыздан айырады. Мына бұның ең қауіпті жері, мына аналардың сөзін тыңдап алайықшы бірінші. Билікке енді мынандай үлкен жастағы ақсақалдарды апарып айтқызу керек шығар. Асанәлі Әшімов сияқты үлкен жастағы бізде бар ғой зиялы адамдар. Сондай адамдардың бәрін жинап апарып айтқызып, назанды тоқтату керек шығар. Міне, біздің аналарымыз не деп жатыр? Мынау зиялы қауымнан көмек сұрап жатыр. Бізде зиялы қауым бар ма өзі? Мынау жаңағы Дулат Исабеков деген жазушымыз бар, елге ақсақалдық қылып жүрген. Асанәлі Әшімов бар, Мұхтар Шаханов бар, жазушыларымыз бар, ақындарымыз бар, ғалымдарымыз бар, профессор, академиктер қайда барлығы? Солардың туған туысқаны жоқ па? Солардың немерелері жоқ па? Неге үн қатпайды? Неге мына көрінер көзге бір адам біздің тағдырымызды шешу керек? Неге бір ғана 5-6 депутат біздің тағдырымызды шешу керек? Неге халыққа салынбады бұл нәрсе? Салынады, бірақ алып тастайды сразу. Тек қана бір адамға неге біз табынуымыз керек? 30 жыл табынып келдік қой. Неге 30, енді 34-35 жыл осыған табынуымыз керек? Неге президент шешу керек? Бір өзі, бұл нәрсеміз, біздің тағдырымызды. Енді бұның ең қауіпті жер, жаңа қауіпті тұстары дейді. Бірінші, сұхбат жүргізеді екен. Екінші, 700 мың мен 3 миллион 700 мың арасында айыппұл салынады екен. 3 күнге қамауға алады екен. Үшінші, төртінші, тұрғын үйінен шығарылады екен. Бесінші, ата-ана құқығынан айырады екен. Алтыншы, медициналық психологиялық жаңа көмек беріледі екен. Психотроп, жаңа больницаға апарып тастайды әке шешесін. Неге тудырдың деп. Қамауға алынады екен. Қылмыстық іс қозғалып. Міне көріп отырсыздар. Енді қазіргі таңда парламентте қаралып жатыр. Профессионалдық отбасы дейді. Қандай профессионал сот отбасы? Ол кісілерге 10 МРП, yani айлық есептік көрсеткішпен әр балаға беріледі екен. 4 балаға шейін асырауға ақысы бар екен. 250 мыңнан әр балаға береді екен. Бұл мемлекеттік бюджеттен ақша бөлінеді екен. Әлеуметтік жаңағы мәселе бойынша. Өзі көзіміз көрмей отқан халықпыз ғой. Міне ағайындар. Ел президентін істеп отқан халыққа деген мына парламент депутаттарының, сенат депутаттарының халыққа деген жасап отқан қиянаты, ұлтқа деген озбырлығы мынау. Мынаны тарқатыңыздар. Менің талабым осы ататалған азаматтардың үстіне іс қозғалсын. Сөйтіп мынаны тарқатыңыздар ағайындар. Әлеуметтік желі арқылы жеткізілсін. Бізбен мына қоғам белсенділері дөңгелек столға келсін. Сол парламент депутаттар келіп бізге түсініктеме берсін. Мына әлі күшіне енген жоқ заң. Құрметпен қоғам белсендісі Желтоқсаншы Құдай шүкір Абдуллаев.